Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздермен бірге осындай өте дәмді, нәзік, глютенсіз, қанты аз классикалық торт дайындаймыз. Бұл классикалық торттың дәмі өте ерекше. Тапсырыс берген адамдардың көңілінен үнемі шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен 5 жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Ақуыз бен сарыуызды ажыратқанда абай болу керек. Ақуызымызға сарыуыз түсіп кетпеу керек және ақуызды миксермен араластыратын ыдысымыз құрғақ болуы міндетті. Және де жақсылап миксермен араластырамыз. Аппақ болып осылай көпіруі керек. Үстіне 110 грамм қант қосамыз. Араластырамыз. Ыдысы төңкерген кезде ақпайтын дәрежеге шейін жету керек. Енді біз сарыуызды миксерлейміз. Және ақуызымыз бен сарыуызымызды біріктіреміз. Біріктіргенде жаймен, абайлап араластыру керек. Және де осындай силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз басылып қалмауы керек. Мен сіздерге міне жай көрсетіп жатырмын. Осылай астынан жоғарыға қарай жаймен араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз басылып қалмауы керек. Бисквиттің көтерілмей қалуының бірден бір себебі осы. Міне біздің жұмыртқамыз ешқандай да басылған жоқ. Енді біз бөлек ыдысқа құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Күріш ұны, жүгері ұны және жүгері крахмалы. Жүгері крахмалын тапиоки крахмалына алмастыруға болады. Және құрғақ ингредиенттерімізді араластырып, електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізу керек. Тағы да төменнен жоғарыға қарай жайлап араластырамыз. Басылып қалмауы керек бізде ең бастысы. Міне бізде тағы да басылған жоқ, осылай жаймен араластырамыз. Ұзақ уақыт кетпейді. Барынша шыдамды болыңыз. Енді оның үстіне сарымай қосамыз. Сарымай бізде ерітілген болғаны дұрыс. Мен мұнда жұмсақ сарымай қостым. Енді оның үстіне сода мен уксусты араластырып қосамыз. Бізде алманың сірке суы. Осыны араластырамыз. Содамен және де жақсылап араластырамыз. Бұны қопсытқышқа алмастыруға болады. Қопсытқышты пайдаланатын болсаңыз, сода ол қопсытқыштың жартысындай. Яғни біз жарты шай қасық сода салдық. Яғни 1 шай қасық қопсытқыш қосасыздар. Мен сақина формасын пайдаландым. Бұл форманы біз қамырымыз ағып кетпеу үшін осылай фольгамен ораймыз және де астына пешке салатын ыдысымызды орналастырамыз. Осылай қамырымызды құямыз. 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Қарап отырыңыз, піскеннен кейін таяқшамен тексеріңіз, құрғақ болса пісті деген сөз. Енді біз оны дайын болғаннан кейін фольгасынан, формасынан босатамыз және де бөлме температурасына суытамыз. Мен 22 диаметрде пісірген болатынмын және менде кішкентайлау болып шықты биіктігі. Бірақ та бұл бисквиттен өте көлемді торт шығады. Егер де 20 диаметрде пісіретін болсаңыз, сізде бұдан да биік торт шығады. Енді бисквитті 3 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен жиегін кесіп аламыз. Осындай ара пышақпен кішкентай кесіп алғаннан кейін тура қылып ортасын бір айналдырып ара пышақпен кесеміз. Сонымен біздің бисквиттеріміз дайын. Енді кремімізді дайындаймыз. Крем үшін кілегей, қант ұнтағы, сүзбелі ірімшікті жақсылап миксермен араластырамыз. Кілегейіміз міндетті түрде салқын болуы керек. Егер сізде бөлме температурасында болатын болса, сіздің кілегейіңіз майға айналып кетіп, крем шықпай қалады. Крем дайын, қатты ұзақ араластырмаймыз. Оның да әсерінен сіздің креміңіз май болып кетуі мүмкін. Енді тортымызды жинаймыз. Бізде осындай
астына айналмалы сөшені қойдық және бетіне кольцоны орналастырамыз. Және бетіне кішкене крем алып қаламыз. Мен осындай жұлдыз қалпымен алып қалдым. Енді кремді біз дайын болған кремді екіге бөлеміз. Және сол екіге бөлген креміміздің бір бөлігін, яғни 2-ден 1 бөлігін тағы да екіге бөлеміз да, осы екі кожға пайдаланамыз. Бір кожға менде 180 грамдай кетті. Осылай кішкене тегістейміз. Және екінші қабатымызды орналастырамыз. Кішкене түзулейміз. Және жаңағы келесі бөлігімізді қоямыз. 4-тен 1 бөлігі бұл. Және тағы тегістейміз. Ең беткі бөлігімізді орналастырамыз. Ол бізде астыңғы қабаты болғаны жақсы, себебі бізде үнемі астыңғы қабаты тегіс болып шығады. Енді барлық бетін тегістеуге бізге кремнің 2-ден 1 бөлігі кетеді. Сонымен қатар бетіне безендіруге осылай симметриялық түрде орналастырып шығамыз. Бұл міндетті емес, әркім өзінің қалауы бойынша безендірсе болады. Мен осылай кивимен, маршмеллоумен, халяль маршмеллоулармен де және апельсинмен безендірдім. Біздің тортымыз осымен дайын болды. Өте әдемі болып шығады және бұл біздің клиенттеріміздің ең жақсы көретін сүйікті торты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сонымен қатар осылай да дайындасаңыздар болады. Бетін осылай безендіруге де болады. Жалпы барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Менің YouTube парақшама және Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға ас болсын.